Ауыл әкімдерінің форумы биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Форум жұмысына қатысқан мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Жархан Жазықбай мемлекеттік қызметте жүрген азаматтардың жалақысы, демалыс күндерге төленетін қосымша ақы, тәртіптік кеңесінің ережесі туралы айтты. Ал Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев соңғы жылдары ауылдық жердегі әлеуметтік нысандардың өте белсенді түрде жаңғыртылып жатқанын, ауылдық жерге көптеп жас мамандар тартылғанын атап өтті. Ауылда денсаулық сақтау жаңғырту ұлттық жобасы аясында облыста 50 медициналық жаңа нысан пайдалануға беріліп, қойылған міндет толық орындалды. Бүгінде Казталов және Бөрлі аудандарында ауданаралық ауруханалардың құрылысы жүріп жатыр. Жоғары оқу орындарымен байланыс орнатып, әрі әлеуметтік қолдауды күшейткеннің нәтижесінде 2023 жылдан бері өңірге 461 дәрігер маман тартылды. Оның 246-сы ауылға жіберілді. Олардың барлығына көтерме жәрдемақы беріліп, тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Ауыл әкімінің жұмысы ол уақытпен санаспайтын қызмет. Себебі қылмысқа қарсы күресу, ауыл ішіндегі қауіпсіздікті күшейту, қажет болса өртке, суға қарсы да білек сыбана күресу деген жұмыстар ауыл әкімдерінің күнделікті тірлігі. Қазір ауыл әкімдерінің алдындағы міндет сол өздері басқаратын ауылда ауыл статусын сақтап қалу. Ал ауыл статусын сақтап қалу үшін көп бала керек. Бала болса мектеп те бар, ауылда тарамайды. Сол үшін қаладан ауылға бағдарламасы қабылданды. Бағдарлама басталғалы 218 отбасы ауылдық жерлерге көшіп барған. Бүгін форумға қатысқан ауыл әкімдері де ауылдық жердегі мектептердегі бала саны үлкен проблема екендігін айтты. Қала мен ауданмен қатынас жол жақсы бар. Су келіп тұр, газымыз келіп тұр, мектебіміз бар. Акушерлік ФАП дейміз ғой, фельдшер акушерлік пунктіміз бар. Проблема жоқ деп есептеймін. Енді жалғыз енді проблемамыз бүгінгі таңдағы 2 елді мекеніміз бар. Онда да кісілер тұрады, жүздеген отбасы тұрады. Сол жердегі енді мектеп сақтап қалу проблемасы бар. Бала санының азаюына байланысты. Осыған жұмыстанудамыз. Ауыл әкімдерінің негізгі көмекшісі бұл ауылдағы белсенді азаматтар. Көбіне шағын елді мекендерде сол ауылдан шыққан азаматтар, яғни ауылнай басқарады. Облыста ауылнайы көп аудан бұл Казталов ауданы. Ауданда 31 ауылнай бар. Тұрғындар сеніміне ие болған белсенді азаматтар қоғамның өкілі ретінде жергілікті мәселелердің шешілуі, ізгі бастамалардың жүзеге асырылу жолында ерікті түрде еңбек етіп келеді. Солардың бірі Руслан Сарбаев есімді азамат. Ол Казталов ауданына қарасты Сатыбалды ауылының ауылнайы. Ол туған жерге деген жанашырлығы мен қамқорлығының арқасында ауыл азаматтарының алғысын арқалап жүр. Бізде 16 ауылнай бармыз, аудан бойынша. Мен сол Сатыбалды ауылынан келіп отырмын. Енді бұл жұмысты мен ертерек бастадым кішкене. Өзім бір 10-15 жыл бұрын. Енді ауылнай деген бізде шағын ауылдарда енді әкім жоқ, бізде полиция жоқ. Елге көмектесейік деп сондай жағдайда тағайындалған нәрсе ғой. Әкімдерге көмектесеміз. Енді биылғы жылы өзім 26 жылдың январынан осы жылдың аяғына дейін дүниеге келген балдарға 200 мыңнан ақша беремін деп шешкем. Соның 4-еуі орындалды. 4 сәбиіміз дүниеге келді биылғы жылы. Ел қуанып жатыр сол қолдауға. Ауыл әкімдерінің форумы аясында ауыл елдің дамуына белсенді үлес қосып жүрген ауыл азаматтары мен кәсіпкерлер және үздік әкімдер арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Жанат Күшімбай, Наурыз Қалитов, Жайық пресс.